Армысыздар, құрметті көрермендер. Жуырда біз поштамыздан бір ресми хат алдық. Онда бізге аулаңыздың сыртындағы хедж, яғни жасыл қоршау жолға қауіп төндіріп тұр, соны кесіңіз деген талап қойылған. Ал біз жай ғана бақшамызда өскен ағаштарға қарап, ешкімге кедергі келтіріп жатыр деп ойламаған едік. Норвегияда көптеген үйлердің айналасы жасыл қоршаумен қоршалған. Бұл жай ғана сән үшін емес, бір жағынан жекелікті сақтау, бір жағынан желден, шудан қорғану. Бірақ жасыл қоршау өсе келе жолға немесе велосипед жолына кедергі келтіруі әбден мүмкін. Міне осындай кезде сізге осындай хат келеді. Мұндай хат не үшін деп сұрасаңыз, коммуна бұл шараны тұрғындардың қауіпсіздігі үшін жасайды. Әсіресе велосипедпен жүретіндер мен балалар үшін жолдың ашық көрінуі өте маңызды. Бізге Саннес қаласының әкімшілігінен, яғни Саннес коммунадан мынандай хат келді. Онда былай делінген: сіздің жасыл қоршауыңыз жолға қарай өсіп кеткен, және бұл қозғалыс қауіпсіздігіне қауіп төндіреді. Ішкі ережелерге сай, сіз үшін 3 жұма ішінде оны кесуіңіз керек делінген. Сонымен қатар қосымша брошюрада бірге келген. Онда бұл талаптың барлығына ортақ екені көрсетілген. Бастапқыда біз бұл талапқа сәл түсінбей қарадық, бірақ брошюрада көрсетілген бір факт бізге қатты әсер етті. Норвегияда велосипедпен болған өлім жағдайларының 30%-нан астамы нашар көруден болған. Мысалы, сіз көлікпен ауладан шығып келе жатасыз, ал дәл сол сәтте үлкен ағаштың артынан велосипедші шыға келеді. Егер сіз оны көрмей қалсаңыз, қайғылы жағдай болуы мүмкін. Аулаңыздың сыртындағы бұта 50 сантиметрден жоғары өсіп кетсе, бұрылып шыққан велосипедшіні немесе баланы көрмей қалуыңыз әбден мүмкін. Біз хатты алғаннан кейін ұзақ күтпей ағашымызды сәл қысқартып кесіп тастадық. Бұл жұмыс көп уақыт алмайды, бірақ соның арқасында сіз де, айналаңыздағы адамдар да қауіпсіз болады. Егер сіз Норвегияда тұрсаңыз және үйіңіз бұрышта орналасып, жолға, тротуарға немесе веложолға қарап тұрса, міндетті түрде жасыл қоршауыңыздың биіктігін тексеріп тұрыңыз. Ереже бойынша ол жарты метрден аспауы керек, немесе фрисикт зонадан тыс жерде орналасуы тиіс. Норвегия бұл жасыл желектерге қандай талаптар қояды? Бұта мен қоршаудың биіктігі жолға немесе веложолға қараған қоршау жарты метрден биік болмауы керек. Көріну жолағы, яғни фрисикт, үйдің кіреберісінен жолды 4 метр қашықтықтан анық көре алу қажет. Жолдың жылдамдығына қарай көріну қашықтығы 20-90 метр болуы тиіс. Ағаштарға келетін болсақ, біздің жағдайымыздағыдай жолдың үстінен салбырап тұрған бұтақтар 5 метрден төмен болмауы керек. Тротуар мен веложолға қарайтын бұтақтар 3 метрден жоғары болуы шарт. Уақытлы әрекет етпесеңіз, коммуна өзі келіп кеседі және сізге шот жібереді. Бұл бейнебаян сізге пайдалы болды деп үміттенемін. Егер сіз осындай жағдайға тап болсаңыз, пікіріңізбен бөлісіп отырыңыз. Бейнебаянды ұнатып жатсаңыз, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі бейнебаянда кездескенше.